Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын картоп пен саңырауқұлақты қуыратын боламыз. Қазір саңырауқұлақтың мезгілі болғандықтан сіздерге жасауға кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен саңырауқұлақтарды жақсылап тазалап жуып алған соң 20-30 минутқа ыстық суға салып қайнатамыз. Саңырауқұлақтарымыз суда қайнап жатқан кезде біз картоптарымызды дайындап аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп ұзынша етіп турап дайындап қоямыз. Біздің картоптарымыз дайын. Егер сіздің картоптарыңыз езілмей, қып-қызыл болып қуырылып, біркелкі болып шыққанын қаласаңыздар, қуырмас бұрын алдымен картоптарыңызды құрғатып алыңыздар. Алдын ала құрғатылған картоптар қазанға салған кезде езілмей, әдемі болып шығады. Саңырауқұлақтарымыз қайнап болған соң оларды сүзіп бөлек ыдысқа аламыз. Және де оны да картоп сияқты турап аламыз. Қазанымызға сұйық май құйып қыздырып аламыз. Әрмен қарай пияз бен сарымсағымызды жақсылап сарғайғанша қуырып аламыз. Біздің пияз бен сарымсағымыз қуырылды. Әрмен қарай саңырауқұлақтарымызды салатын боламыз. Міндетті түрде турап алыңыздар. Кез келген өзіңізге ұнаған дәмдеуіштерді пайдалансаңыздар болады. Менде бұл жерде паприка мен тұз. Саңырауқұлақтарымыз қып-қызыл болып қуыру үшін оттың астын қатты қылып қоямыз және де осылай қызартып қуырып аламыз. Саңырауқұлақтарымыз осылай қызарып қуырылып болған соң құрғатылған картоптарымызды салып, оны да қатты отта қызарғанша екі бетінен қуырып аламыз. Араластырып отыруды ұмытпаңыздар, өйткені асты жабысып қалуы мүмкін. Картоптың езілмей шығуының тағы бір құпиясы, картоп қуырылып жатқан кезде тұзды қоспаймыз. Ең соңында картопымыз дайын болған кезде ғана тұз бен дәмдеуіштерін қосамыз. Біздің картопымыз да саңырауқұлағымыз да қызарып қуырылды. Енді керекті дәмдеуіштерді қосып шығамыз. Менде бұл жерде имбирь мен тұз. Жақсылап араластырамыз. Және де 100 мл шамасындай ыстық су құйып, қақпағын жауып бұқтыруға қалдырамыз. Жылдам әрі оңай жасалатын біздің қуырылған картопымыз бен саңырауқұлағымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Тамақты әсемдеу ретінде бальзамический соусты пайдаландым. Кез келген соусты пайдалана берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнарына сенімдімін. Сіздермен бірге болған арайлым. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.